Тура биде туған жоқ, бұрма биде иман жоқ. Бұлай деуге үлкен себеп бар. Жібек жолы ауыл әкімшілігіне қарасты 30-шы разъезд елді мекенінің нағыз атауы Ескі Сауран. Көне Сауран тарихи қалашығының жанында орналасқан ел. Бұл туралы алдыңғы видеоларда айтқан болатынбыз. Жоғарыда айтып өткен мақалдың мәнісі: Жібек жолы ауыл әкімшілігінің орталығы Сауран ауылындағы жолдар өте керемет. Бөлінгеніміздің өзіне бір 20 жылдай болды. Сол жылдардың ішінде біздің көп деген мынау ауыл әкіміне, аудандағы басшыларға өкпеміз қара қазандай. Айтпаған жеріміз жоқ, бармаған жеріміз жоқ. Бірақ біздің ауылымызға назарын салып жатқан ешкім жоқ. Мынау сіз білерсіз, білмессіздер, біздің ауыл округінің конторы мына Сауран деген елді мекенде. Бұл Ескі Сауран. Сол жерде олардың барлығының ауылы асфальтталған көше қалмады ау. Туалеттеріне дейін асфальт салып тастады. Ауылы жарықтанған. Біз соны көріп, жанымызда отқан қоңсымыз анандай болып жатқаннан кейін бізге осы атымызға қатты минус, бізге қорлық болып тұр енді, былайша айтқанда. Ал Ескі Саурандағы жолдардың түрі осы болып тұр. Жібек жолы ауыл округының әкімі Әшірбеков Мейрамбек: билігім үлкен деп басынбаңыз, біреу үлкен екен деп жасынбаңыз деген мәтел бар қазағымда. Биің қылаң болса, елің ылаң болмай ма? Ауылды барып көріңіз, халықтың жан айқайын естіңіз. Ауыл мәдениеттің алтын діңгегі деп жазылыпты. Мынау мәдениет үйіміз тұрысы мынау. Осыған тіпті сәндеу қоршап қоюға қаражат бөлінген. Әкімшілік біледі. Бірақ соны осы күнге дейін айтқандай емес, осыны істетуге әрекет жасағандай емес. Ал жастарымыз мараға келеді, аңғал-саңғал сеткіге біреу ілініп қалып, біреу сүрініп, осы жерге отқан тірліктің бәрі осы. Ал осыған ең болмаса ауылдың мәдениеті өспесе, жастарымызды жаңағыдай темекші, ішкілік ішуге апарып қойды өзін өзі. Ең болса мынаны айналса еді. Сондықтан осыны ауылымыздың әкімі Мейрамбек Әшірбеков неге осы уақытқа дейін осыны істетпеді, неге осының қанша қаражат бөлінген неге айтпайды? Қалай жасырын? Жоқ әлде біреудің қалтасында жүр ма? Ақыр сіз мына жаңағы жемқорлыққа қарсы не демекесіз? Осыған көмек беріп, бөлінген қаражатты қайтарып мынаны жөндетсе. Құрметті Кентау қаласының әкімі Дәурен Сәбитұлы, Ескі Сауран ауылындағы орын алып жатқан заңсыздықтарға назар салыңыз. Ақсақалдардың жан айқайын тыңдаңыз. Кентау қаласының әкімі ретінде ауылды аралап өз көзіңізбен көрсеңіз де артық ете қоймас. Ауыл әкімі Сауранға салған жолды Ескі Сауранға да неге сала алмады? Анығын анықтауыңызды сұраймыз, құрметті Дәурен Сәбитұлы.